Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім. Мен бүгін ашайын деп жатырған тақырыбым сүйгеніммен бірге бола аламын ба? Сүйген адамыммен бірге бола аламын ба? Көрейік. Сүйген адамыңызбен. Бұл жерде сүйген адамыңызға көңіліңіз қалған деп тұр. Екеулеріңіз бір-бірлеріңіздің жүректеріңізді жаралап қойғансыздар. Бұл жерде переживание. Яғни екеуіңіз де білмейсіздер, қарым-қатынас жалғаса ма деген сияқты болып тұр. Махаббат үштігі шықты, воспоминания, яғни өткен қарым-қатынасты ойлау деген сияқты бір-бірлеріңізді күтесіздер негізі. Бірге болуға кедергілер бар, өйткені бұл жерде үшінші адам бар. Жігіт келеді, кездесу болады, қазіргі таңда жұмыс барысымен жүр. Бір ұсыныс болады жақында жігіт тарапынан. Жігіт барлығын жаңадан бастағысы келеді сізбен бірге. Бұл жерде бір байланыс бар, сондай бір сезімнің күштілігі деген сияқты. Бұл жерде ана болуыңыз да мүмкін, деп тұр. Бұл жерде балалы болуыңыз да мүмкін. Күн шығып тұр, яғни солнце шығып тұр. Бұл жерде бақыт, бірге болу деген сияқты карталар шығып тұр. Бірақ дейді, мықты қарым-қатынас, прочные отношения дейміз, баланың туылуы деген сияқты карта шығып тұр. Яғни бірге болу деген сөз. Бірге болу деген сөз, бұл жерде кедергілер бар. Жаңа айтып кеткендей, үшінші адамның кедергісі, яғни бұл кедергі келтіреді деген сөз, үшінші адам. Бірақ бұл махаббатқа күрессеңіз, бірге болуыңыз әбден мүмкін. Әсіресе жігіт жағы көбінесе бірге болуды қалайды бұл жерде. Бірге болғысы келеді, семьялы болғысы келеді. Бір крышада, общая крыша деген сияқты семья көрсетіліп тұр бұл жерде. Осындай карталар шықты, яғни бірге болу, бұл жігітпен қарым-қатынасыңызды бірге болу үшін өзіңіз мықтырақ болу керексіз.